Екібастұз қаласындағы түрлі деңгейдегі жол желілерінің ұзындығы 178 шақырымды құрайды екен. Оны таза ұстап тұру міндеті 2 мердігерлік кәсіпорынға жүктеліпті. Бұл жөнінде қалалық коммуникациялар қызметінде ұйымдастырылған брифингте мәлімделді. Содержание уличной дорожной сети. Ұзындығы 177,9 шақырым болатын жол желілерін ұстап тұрумен 2 мердігер кәсіпорын шұғылданады. Олар Екібастұз Коммунсервис және Мета ПВ жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері. Жалпы арнайы техникалар саны 80 бірлікті құрайды. Бүгінгі күні 50 арнайы техника мен 60 адам жол тазалығына жұмылдырылды. Күн сайын жолдарды қардан тазалаудан басқа көктайғаққа қарсы күресте тұрақты жүруде. Маусым басталғалы 1900 тонна көктайғаққа қарсы заттар жолдарға шашылған екен. Общая протяженность автодорог районного значения. Аудандық маңызы бар жолдардың жалпы ұзындығы 220,4 шақырым. Оларды сап тұру міндеті Екібастұз Коммунсервис, Диастар, Ардабил жауапкершілігі шектеулі серіктестіктеріне жүктелген. Аудандық маңызы бар жолдарға 200 тонна көктайғаққа қарсы материалдар шашылды. Санжар Асановтың айтуынша, Диаздар, Ардабил тазалық кәсіпорындары орамшылық жолдарды тазалаумен айналысады. Қалалық және орамшылық жолдардан 100 мың тонна шамасында қар тазаланып шығарылған. Бұдан басқа тек қаланың жолдары мен жаяу жолдарын ұстап тұру үшін 176 миллион теңге бөлінсе, аудандық маңызы бар жолдарға 9 миллион теңге бөлінгені айтылды.